Қала ішінде немесе ауыл ішінде тағы басқа жерлерде қараусыз қалған ит пен мысықтар көптеп жүр. Олардың жағдайлары не болмақ? Және олар күні-түні аш жүріп, кейбіреулері мүлде тамақтанбай өліп кетуі мүмкін. Жолдан өтемін деген иттерді жаман адамдар қағып кетіп жатады. Олар жаздыгүні жарамай жүруі мүмкін. Ал қыста не болмақ? Бұл жағдайда жоғары адамдар өзекті мәселе деп қабылдауы керек. Олар да тіршілік иесі ғой. Олар да жақсы өмір сүруге міндетті. Мен оларды қорғау жөнінде ұсынысымды айта өтсем, оларды мал дәрігерлеріне апарып емдетіп, тазалап, жуындырып, кейін оларға әр түрлі нәрселер үйрету керек. Және оларды сатылымға шығарсақ болады. Солайша итке кеткен қаражатыңыздың үстінен ақша көресіз, әрі итке ие тауып бересіз. Қазіргі таңда иесіз қалған, қараусыз қалған ит мысықтар өте көп. Оларды адамдар аяусыз ұрып-соғып жатады, тіпті өлтіруге дейін барады. Бүгін біз оларға көмектесу мақсатында видеоролик түсірмекшіміз. Ал ендеше кеттік. Бүгінде мына иттің жатқанына 3-ші күн болды. Біз бүгін осы итке тамақ беру арқылы көмектеспекпіз. Біз бүгінде жануарларды қорғау тақырыбында видеоролик түсіріп жүрміз. Яғни біз итке ие тауып бермекшіміз. Сен алғың келмейді ме? Иә, алғым келеді. Ана итті көріп тұрсың ба? Саған ұнайды ма? Алғың келеді ме? Біз бұл итке иесін тауып бердік. Осымен біздің көмек беру формасы аяқталды.